бір фильм тұтас адамзаттың технологиялық өркениетіне әсер етуі мүмкін бе? Мүмкін. Мысалы, 1968 жылы түсірілген Стэнли Кубриктің фильмі тура осы тақырыпқа сай. Сол кездегі замандастары оны түсінбеген, тіпті Фрэнсис Форд Коппола айтқан ғой, сен не істеп жатсың, Стэнли, сені бәрібір адамзат түсінбейді ғой деп. Фильм жұмбақ қара монолиттің адамзатқа тигізген әсерін минималды диалог арқылы және сиқырлы бір баяу темппен керемет түсіндіреді. Назар аударыңызшы, қара монолит. Осы қара монолит пайда болған маймылдардың қоғамында маймыл өзінің мүмкіндігін түсінеді. Немесе қара монолит пайда болған бір ғаламшарда үлкен өзгерістер болады. Стэнли Кубрик бұнымен не айтқысы келді екен? Сол кездегі замандастар түсінбеді дедім ғой. Ал арада бірнеше жыл өткенде осы қара монолит бір адамға шабыт сыйлады, мүмкіндік сыйлады. Ол кім? Ол Стив Джобс. Міне осы фильммен шабыттанған Стив Джобс өзінің iPhone деген құрылғысын ойлап тапты. Ол да қара монолит. Бұл фильмде егер сіз жақсылап қарар болсаңыз, біз қазіргі күні қолданып жүрген осы мессенджерлер бар, тіпті iPad бар. Сол 68 жылы түсірілген фильмде. Демек, кино дегеніміз ол жай ғана уақыт өткізу құралы емес, ол бүкіл адамзатқа ықпал ете алатын, әсер ете алатын ғылыми құрал.